Бекболат Тілеуханның күйеу баласы Қайрат Сатыбалдыға жақын Мұхамеджан Тазабеков ауылдың қарапайым баласы кезінде өнері мен дарыны арқасында өзіне атақты дәулетте иемденді. Ол көтерілуге өте ыңғайлы кезеңде, тәуелсіз Қазақстан құрылып жатқан кезеңде шықты. Тазабеков Қонаевты да көріп үлгерді, Назарбаевтың алдында да көрінді. Ел құрылуының басы-қасында болған бірталай тұлғалармен жүздесті. Алайда осыған қарамастан, ағамыздың көлеңкесі іспетті, ол туралы дәстүрлі емес ағымға қатысы бар деген сыбыс қалмай жүреді. Осы бейнеде бұл жайында ой өрбітеміз. Мұхамеджан Тазабеков 1975 жылы Жамбыл облысының Байзақ ауданында дүниеге келген. Әкесі ақын, анасы кітапханашы болған. Өзінің сөзінше 6 сыныпта өлең шығару қабілеті оянған. Спортпен де біршама айналысқан, бірақ кейіннен толықтай айтысқа бет бұрып кеткен. 1987 жылдан бастап айтыс сахнасына шыға бастады. 1992 жылы Қазақ ұлттық университетіне оқуға түсіп, 96 жылы филология факультетін бітірген. Сол кездері ол көптеген айтыстарға қатысып, айтыс сүйермен қауым арасында таныла бастады. 95 жылы Семейде Абайдың 150 жылдығына арналған айтыс Тазабековтың танымалдылығын арттыра түсті. Сол айтысқа 4 елдің президенті, соның ішінен Нұрсұлтан Назарбаев та болды. Осы айтыстан кейін аты шығып, Мұхамеджан Жамбылдың жастық шағы фильміне түсуге шақырылды. Өз сөзі бойынша осы фильмде түсу барысында Жамбылды зерттеп, Мұхамеджанның дінге деген құлшынысы пайда болған екен. Тазабеков 97-98 жылдары намазға жығылған. Ол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Түркиядан елге келген Халифа Алтай есімді Құранды аударған кісіден діни тәлім алып жүрген екен. Халифа Алтай қайырымдылық қорында Тазабеков директордың орынбасары болып 3 жыл қызмет еттім дейді. Қорда жұмыс жасау барысында Тазабековтің өз сөзіне сәйкес, ол көптеген сектада болған адамдармен түсініктеме жұмыстарын жүргізген екен. 2003 жылдың ортасында Халифа Алтай қайтыс болады. Осы 2003 жылы Мұхамеджан Тазабеков өзінің сөзінше, әлем мұсылмандардың мәдениетімен танысу үшін Малайзияға барып, 1 ай, Түркияда 2 ай, Мекке Мәдинеде 6 ай, Мысырда жарты ай барып тұрған екен. 2004 жылы Тазабеков Алматыдан Таразға кәсіппен айналысуға көшіп кетеді. Далада балмұздақ сатқан екен. Белгілі филолог ғалым, абайтанушы Мекемтас Мырзахметов 2016 жылы берген сұхбатында Таразда Тазабековтің үйінде 20 вахабист болған бір жиналыста бас қостым деп айтып қалған. Мысалы, мен вахабистердің қалай пайда болғанын білем. Оның отаны Таразда болды. Таразда сондағы жігіттер ұйымдастырды. Мен әуелі вахабизм дегенді білмедім өзім. Сонымен Тазабектің үйінде 20 вахабиспенен мен бас қостым. Түсіндірдім оларға. Ертең бұның бәрі бір қоя басы шығады, қарбет боламыз. Таразда кәсіпкерлікпен айналысып жүрген кезде Тазабеков Серік Қалиев деген ақынның ұсынысымен Шындық пен сұмдық атты фильм түсіреді. 2007 жылы Тазабеков қайтадан Алматыға көшеді. Сол жылы әлеуметтік тақырыптарға деректі фильмдер шығарумен айналысатын студиясын құрды. 2008 жылы студия Асыл арна телеарнасына айналды. Тазабек телеарнаның бас директоры болды. 2015 жылы Total KZ ақпараттық агенттігі олардың редакцияларына бір хат келгенін жариялады. Ол хатта жанжалды австриялық Wikileaks веб-сайты жариялаған Сауд Арабиясы басшылығының Saudi Cables деген құпия құжаттарының ішінде Қазақстандағы Асыл арна телеарнасын қаржыландыру мәселесі қаралған хат болған деп хабарланды. Хатта былай деп жазылған екен. Онда Сауд Арабиясының мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми өкілдері осы арнаға қомақты қаржы бөлу жайында өзара ой бөліскен. Хаттағы хижри жыл санауымен берілген датаның бізше 2010 жылы жазылғаны белгілі болды. Total KZ ақпараттық агенттігі түсініктеме алу үшін Асыл арна телеарнасының басшылығына жүгінді. Мұхамеджан Тазабек Total KZ ақпараттық агенттігінің ресми сауалына келесідей жауап берді. Біз Асыл арна телеарнасы ешқашан Сауд Арабиясы үкіметімен, осы елдің бірде-бір азаматымен немесе басқа шетел мемлекетінен, немесе ешбір шет мемлекеттің азаматынан қаржылық көмек алмағанын толық жауапкершілікпен мәлімдейміз. Хатта баяндалған жағдайға қатысты мынаны білеміз. Сонау 2007 жылы деректі фильмдер түсірумен айналысатын Асыл арна студиясы құрылған кезде аталған азамат жеке өзі штаб пәтері Эр-Риядта орналасқан бұрынғы КСРО елдерінің аумағына хабар тарататын Мекке орыс тілді телеарнасын ашуды жоспарлады. Өз кезегінде студия кейіннен телеарна құрылған сәттен-ақ қаржыландыру кез келген шетелдік көздерден алынбауы керектігін, сонымен қатар телеарнаның идеологиясын сырттан ешкімнің тізгінін ұстай алмайтынын анық түсіндік. Бүгінгі таңда телеарнамыздың бірден-бір идеологиялық бағдары жалпы мемлекетіміздің саясаты және оның ішіне мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы бастаған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұстанымы. Білуімізше, ол жоба күні бүгінге дейін жүзеге аспай келеді. Бәлкім тмд елдерінде қолдау таппай, жоғарыда аталған адам жеке мүддесі үшін келіссөздер жүргізеді. Біз үшінші тұлғалардың әрекеттеріне жауап бермейміз және бізбен байланысты барлық ақпарат ағынын бақыламаймыз.
Бұл белгісіз азамат кім? Аталған Saudi Cables құжаттарында оның және асыл арнаның аталуы белгісіз болып қалды. Қазіргі уақытта аталған WikiLeaks сайтына кіргенде Saudi Cables хаттары уақытша қолжетімсіз болып тұр. 2019 жылы жаңашаланып жаңа бренд ойлап тауып, Тәлім Тренд есімді Тазабековтің шығармашылық кеші шығады. Онда сөздерінің арасында Тазабеков атақты ұзын сақалды суретін де еске алады. Көрермендерінің салафитсіз ба деген сұрақтарын да оқып шығады. Оған түйінін айтсақ, жастық кезімде шалқып толқып сөйлеген кездерім болды, бірақ ешбір сектада қазаққа қауіп төндіретін топтың ішінде болған емеспін деп қысқаша жауап берді. Сол 2019 жылы желіде Тазабектің полицияға сөйлеген сөзінің видеосы пайда болды. Ол жерде Тазабеков рұқсат етілмеген митингтерге шығу дұрыс емес деп уағыз айтады. Жалпы көп желі қолданушылары Қазақстан зайырлы мемлекет бола тұра, мемлекеттік органдарда діни тұлғалардың уағыз айтып, түсініктеме жұмыстарына қатысуы қаншалықты дұрыс деген сұрақ қойып жатты. 2020 жылы Асыл арна арнасы кенеттен өз жұмысын тоқтатып, оның орнынан Тәлім ТВ арнасы ашылды. Сол жылы Алматыда өткен ХМДБ ғалымдар кеңесінің кезектен тыс отырысында Тазабеков кенеттен өзінің діни көзқарасын жариялады. Ол жас ақын болып жүрген кезінде Сауд Арабиясынан келген діни уағызшыларды тыңдайтындығын айтты. Сосын өзі де Сауд Арабиясында 6-8 ай болған екен. Сөзінде Тазабеков ұзақ уақыт бойы сол уағызшылардың айтқан сөздерін ұстанғанын мойындады. Осыдан кейін оның діни жолында ешбір күмән қалмады.